Күйеуім екеуміз үйге азық-түлік алуға таңғы базарға келді. Таңғы базарда көкөністер мен жемістер оптым бағада сатылады. Мысалы, болгарскийді 200 теңгеден алдым. Ал осындай қызанақтардың бір коробкасы 2000 теңгеден тұр екен. Ішінде 6-7-8 килоға дейін шығады деді. Арзан түсіп тұрғаннан кейін бір коробкасын алдым. Свежий салат жасағанда осы брокколи, кинза, салат жапырақтарын міндетті түрде қосып жеп жүрміз. Осы базардың шашлығын жеу үшін үйден ештеңке жемей шыққан болатынмын. Сонымен кіріп жеп алдық. Өте дәмді. Осы ет сататын жерден етті бірінші сатып алып, сонымен көзімізше фарш өткізіп беріңізші деп осылай өткізіп аламыз. Таңғы базардан кейін осы Ақтілек автовка деген жерге келіп, стиралкаға салып жіберетін осындай порошок алдым және ыдыс жуатын машинаға осындай таблетка алдым Фериден. Макияж сүрткенге осындай домалақ мақта. Ыдыстарды қырғанға осындай қолды ауыртпайтын мочалка. Ал үйге садикке осындай салфеткалар алдым және балаларға қуантуға, осындай ойын ойнауға әртүрлі осы жолы заттарды көп алдым. Негізі бұлдай заттарды мен көп жегізбеймін, көп алып бермеймін. Осы 2-3 айда бір алып беріп, сәл қуантып тұрамын. Балдарым айтады, енді айлық түскен сайын осындай ойындар ойнап тұрайық. Апамның шайына көшіп кеттік қазір. Тауықтың етінен колбаса, тауықтың қанаттары және осы май ұнады маған. Заттардың бәрін алдым. Тағы да біраз зат алғанмын. Оларды видеоға түсіріп үлгермедім. Содан кейін базар жаққа кіріп, өзіме бір осындай жылы орамал алып алдым. Қалай жарасып тұрма, және екі балама осы есік алға галош алдым да. Сонымен ақшаны бітіріп, осылай үйге қайттық.